Изобильный ауылының әлеуметтік экономикалық дамуы туралы есебін жерлестерінің назарына ұсынған өңір әкімі Руслан Жақсыбаев әлеуметтік саланың барлық нысандары тұрақты жұмыс істейтіндігін мәлім етті. Өткен жылдың нәтижелері мен алға қойылған жоспарлары баяндалған жиынға қала әкімінің орынбасары Нұрлан Мұқатов бастаған бөлім жетекшілері мен мамандары да қатысты. Ауылда абаттандыру бойынша жұмыстар пысықталып отыр. Жеңіс, Төле би, Республика көшелерінің қиылысындағы аулалар мен көпір жолының учаскесінде жөндеу жұмыстары жүргізілген. Текущий ремонт дорог села осуществляется в рамках программы 040. Это реализация мер по содействию экономического развития регионов. Аймақтардың экономикалық дамуына жәрдемдесу жөніндегі шараларды іске асыру бағдарламасы аясында жолдарды талапқа сай ұстау жүзеге асырылып келеді. Жұмыстарды орындау үшін жолдарды жөндеуге 730 мың теңге бағытталған. Сондай-ақ елді мекендерді санитарлық тазартуды қамтамасыз ету бағдарламасына сәйкес ауыл ішіндегі қираған ғимараттың қалдықтарынан тазартылған. Жыл басынан бері 250 тоннаға жуық қоқыс шығарылды. Орталық көшелердің жиектері тазартылып, көшеттер отырғызылды деп отыр ауыл әкімі. Ауылда жеке ісімен айналысып отырған тұрғындар да баршылық. Солардың бірі Токсиитова жеке кәсіпкерлігі үздіксіз жұмысын жандандыруда. Аталмыш кәсіпкер тұрғындарды күнделікті нанмен қамтамасыз етеді. Өңірді жұмыспен қамтуды және бұқаралық кәсіпкерлікті дамыту бағдарламасы бойынша мал шаруашылығын дамыту үшін несие алғандардың да қатары бар. Баяндамадан соң жиынға қатысқан тұрғындар ауыз сумен, қалаға қатынайтын жолаушылар көлігімен қамтамасыз ету, сондай-ақ мал бағуға, жайылымдық жерлерді пайдалануға беру тәртібі бойынша сауалдарын жолдады. Бұл ретте қала әкімінің орынбасары мәселенің мән-жайын айқындап, жауапты жүйелердің басшыларына қажетті тапсырмаларын нақтылап берді. Сондықтан мен сонда сіздерге кеңес береміз. СПК-ға алып, сосын Ерейментауның қай жерді сіздер жаңағыдай жақсы деп есептейсіздер мал жайы. Сол жерін алыңыздар 2 мың гектар, 3 мың гектар. СПК болғаннан кейін сіздер малдарыңыз қосылады, жұрттың малдары есептеледі. Келесі есеп беру кездесу Бестөбе кентінде жалғасын тапты. 2019 жылы кенттегі атқарылған жұмыстар нәтижесімен кент әкімі Мұсылманбек Исмағұлов ақпараттандырды. На сегодняшний день главной своей задачей мы видим диверсификация и развитие малого и среднего бизнеса. Бүгінгі таңда біздің басты міндетіміз шағын және орта бизнесті дамыту. Бұл кенттің экономикасының тұрақты болуының кепілі. Кентте 200 адамды жұмыспен қамтып отырған 118 жеке кәсіпкер тіркелген. Ағымдағы жылы Бестөбе кентінде 4 көшемен Жеңіс саябағына жалпы ұзындығы 4-4 шақырымды құрайтын 136 жарық шамдары қойылды. Сондай-ақ Бестөбе кенті әкімінің аппаратымен Қазақ алтын акционерлік қоғамының меморандумы аясында Тыңдала көшесіндегі 1000 тоннадан аса құрылыс қоқыстары шығарылды деп баяндады кент әкімі. Әлеуметтік көмекпен жыл бойы 42 отбасы қамтылған. Сонымен қатар туберкулезге және онкологиялық ауруларға шалдыққан науқастарға, Д группасындағы балаларға және мүмкіндігі шектеулі жандарға да әлеуметтік көмектер көрсетілген. Бестөбе кентінде салауатты өмір салтын қалыптастырып, жас ұрпақты спортқа бейімдеу мақсатында 100-ге жуық бала еркін күреске және самбоға тартылған. Бүгінде жас спортшылар халықаралық, республикалық, облыстық және қалалық жарыстарда жүлделі орындарға ие болса, ересек спортшылардың 8-і жауынгерлік самбодан спорт шеберлігіне үміткерлердің қатарында. Сондай-ақ ұлттық спорттың дамуы да аса белсенділікпен қолға алынған. Есепті кездесу соңында кент тұрғындары өзекті сауалдарына толымды жауаптарын алып тарқады.